Болдым ба, мен сонда бәрін бітірдім ба, алаңсыз жүре берейін ба енді? Вообще алаңсыз дегенде арақ ішіп кетпеңіз апа. Қазір біз керемет апамыз бар, соны соттан қорғағанбыз. Соны жеңісімен құттықтайын деп отырмыз. Апа, сәлем бердік. Сүйінші қуана беріңіз. Алланың қалауымен облыс сотта да күшінде қалды, бірінші сатыдағы соттың. Алланың қалауымен. Сонымен апа құтылдыңыз үлкен проблемадан. Алла жар болсын апа. Сендерде Алла жар болсын. Құдай қолдап жүрсін. Рахмет апа. Енді қуанып өміріңізді әрмен қарай жалғастырып сүре бересіз. Рахаттан. Проблема жоқ, сот күшіне енді. Бұл проблема сіздікі емес уже. Мен кеше айтып едім, апелляцияны күтеміз шамалы. Соны сол шешіліп кетсе болды деп. Апелляциялық соттарда бәрін дұрыстап қарап, бәрі олардың талабы орынсыз екен, бәрін түсіндіріп айтты. Сонымен сіз жеңіске жеттіңіз апа, Алланың қалауымен соттардың жаңа әділдігімен, біліктілігінің нәтижесінде. Мына заңның да бір дұрыс жағына шешілетін уақыты болады екен, ау деп ойлап жүрміз соңғы кезде. Болады апа, иә. Ісің алға баса берсін. Үй үшін мен бала шағамен бақытты бол, ғұмырлы бол. Айтқаның келсін апа, рахмет. Халықтың алғысына бөленіп жүре бер. Әумин. Халықтың алғысы апарады бір жерге. Иә. Солай апа, иә. Талай жерлерден өтіп жүрміз ғой Алланың қалауымен, сосын халықтың алғысымен өздеріңіз секілді апалардың. Сол оң болсын, сол қуантып қойын деп бағана звондап едім соттан кейін. Одан кейін жауап бере алмадым, мен кеңес беріп отыр едім ғой. Болдым ба, мен сонда бәрін бітірдім ба, алаңсыз жүре берейін ба енді? Вообще алаңсыз дегенде арақ ішіп кетпеңіз апа. Оң болсын бәрі де апа. Сол ғой қуантып отқан. Жақсы, аман бол. Әумин, айтқаның келсін апа. Жақсы, сау бол апам.